Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен өте дәмді және жұмсақ болып шығатын синнабон жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Синнабонды жасау үшін бізге қажетті заттар: сүт, қант, сары май, ашытқы, тұз, жұмыртқа және електен алдын ала өткізіп дайындап қойған ұн қажет болады. Алдымен ұнның үстіне ашытқымызды саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқаның үстінен тұзымызды және қантты салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Синнабонға қосылатын заттардың мөлшері төменгі описание бөлімінде жазып отыр, сол жақтан көрсеңіздер де болады. Жақсылап араластырған жұмыртқамызды ұнның үстіне құямыз. Оның үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Және де жылытылған сүтімізді құямыз. Сүт қатты ыстықта немесе мұздайда болмау керек, сәл ғана жылытсаңыздар жеткілікті. Қамырды бірден қолмен илемеймін, қолға жабыспас үшін осылай лопаткамен жақсылап араластырып аламын. Керегінше ұнды жайлап шетінен салып отырамын. Ескере кететін нәрсе, алғашқыда ұн мен ашытқыны араластырған кезде көрсетілген мөлшердегі ұнның барлығын бірден салмайсыздар. Себебі ұнды бірден көп қып алатын болсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалса, синнабондарыңыз да қатты болып шығатын болады. Қамырды илеп алдым, енді столдың үстіне алып, тағы да жақсылап қамырмен жұмыс жасаймын. Қамырмен неғұрлым ұзақ жақсы жұмыс жасасаңыздар, соғұрлым қамырларыңыз жақсы болып шығады. Видеода көргендеріңізде қамырды қолға жабыспайтындай етіп, жұмсақтау қылып илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, үстін орап, жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қалдырамыз. Мінекей, бізде қамырымыз көтерілді. Осылай 2-3 есе өзінің мөлшерінен үлкен болып көтерілу керек. Қамырдың астына кішкене ұн сеуіп жереміз. Үстінен де кішкене ұн сеуіп, қолымызбен 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. 4 бұрышты етіп жайып алғаннан кейін, осылай конверт жасап, тағы да 15 минутқа үстін жауып қалдырамыз. Сол кезде қамырымыз жақсы жайылатын болады. Он 15 минутта қамырымыз тағы да көтерілді. Енді 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Жайған кезде қамырымыздың қалыңдығы 5 мм болу керек. Одан қатты қалыңда немесе қатты жұқа қылып жайып жүрмеңіздер. Қамырды жайып болдым. Енді осыны сары майды қамырдың үстіне жағып шығамын. Барлық жеріне бір келкі етіп жағып шығамыз. Видеода байқасаңыздар, майды қамырдың үстіңгі бөлігіне кішкене орын қалдырып кетемін, яғни ол жерде жақпаймын. Ол бізге қазір қамырымызды ораған кезде бірін-біріне жабысу үшін қажет болады. Себебі майды барлық жеріне бірде жағып тастасақ, қамырымыз ораған кезде жабыспай қалады. Енді қамырымызды орап шығамыз. Май жағылмаған жерін осылай бірін-біріне жақсылап ашылып кетпес үшін бекітіп шығамын. Оралған қамырды мен осылай 4 сантиметрден белгілеп шықтым. Одан кейін осылай жіппен кесіп шығатын боламын. Пышақпен де кессеңіздер болады, бірақ пышаққа қарағанда осылай жіппен кессеңіздер жақсы кесіледі. Кесіп алған синнабондарымызды формаларымызға араларын осылай ашып-ашып қойып шығамыз. Одан кейін синнабондар бізде қазір пісірген кезде тек қана жоғары қарай көтерілмес үшін осылай үстінен қолмен басып шығамын. Енді синнабондарымыз тағы да көтерілу үшін үстін майлықпен жауып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Мінекей, бізде синнабондары көтерілді. Енді алдын ала қызған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Синнабондарымыз пісіп шыққанша бетіне жағатын помадкасын дайындаймыз. Мен помадкасына қаймақ пен сгущенка қолданатын боламын.
Негізінде қаймақ пен қант ұнтағын бірге қолданып жатады. Мен сгущенканы қосып көрейін дедім, бірақ жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, өзіме ұнады. Мен қаймақтың 25%-ын қолдандым. Сгущенка екеуін жақсылап араластырамыз. Мінекей синабондарымыз көтеріліп, өте әдемі болып пісіп шыққан. Енді бетіне помадкасын жағып шығамыз. Осымен біздің синабондарымыз дайын, өте дәмді шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.